Бір күні бейғам отырғанда төбемнен шай түскендей болды. Көлігіне қызылша тиіп сатуға кеткен күйеуіммен жақын қайным табытта оралды. Оқиғаның мән-жайын айтсам, үлкен жолға шыққанда газелмен КамАЗ соқтығысыпты. Газелде отырған күйеуіммен қайным сол жерде жан тапсырған. Мен ол кезде 2 қабат едім. Естірткенде бақырып жылап есімнен танып қалыппын. Қолымда да құрсағымда да қызым бар еді. Ай күні жетіп тұрғанда мына қаза маған өте ауыр тиді. Біз осыдан 3 жыл бұрын үйленген болатымыз. Күйеуім екеуміз 1 жылдан аса бір жүріп қосылдық. Үйде атам бар, енем бар, және 2 қайным бар. Алтауымыз тәтті өмір сүріп жаттық. Сонымен қара жамылып біраз жүрген соң күйеуімнің жылы өтті. Жақын қайным ағасының баласы еді, оның да келіншегі, яғни менің келінім жесір қалды. Сөйтіп жастай қалған 2 бейбақ соңғы күні талқыға түсті. Өйткені күйеуімнің жылдық асына келген қонақтар тарай бастағанда, осындағы ағайын туыстар қалып өзара бас қосты. Менің анам бар, әкем бар, келіннің анасы бар. Жалпы бәрі жабылып кеп, біз екеумізді ортаға алды. Ең алдымен аңырап алған енем сөйледі. Мына сені Қапышжанға қоссақ деп отырмыз, келінжан, деп еңіреп берді. Оған еңкілдеген атам қосылды. Онан ағайын туыс, көрші қолаң қосылды. Шулап жылап үйдің ішін бастарына көтерді. Мен де қосылып аңырап бердім. Сонда мені өз қайныма қоспақшы ма деп қоямын. Қапышжан деген туған қайным күйеуімнің інісі. Мінезі де ауыр, таза еңбекқор жігіт. Бірақ бұл менен 4 жасқа кіші, әлі енді мектеп бітіріп жатыр. Жалпы менің күйеуім де көп сөйлемейтін, салмақты жігіт еді. Қайнымның түрі ұқсамаса да мінезі ұқсайтын. Күйеуім енеме, қайным атама ұқсайды. Екеуі бір үйдің балалары. Мен сонда бетімді басып отырып ойлана бастадым. Мұнысы қалай болады деймін? Баяғы. Бұл әлі жас бала, мен болсам 2 қызым бар. Сол жерде ара кідік анамның да сөйлегенін естіп отырмын. Қызым, маңдайынан көрерсің. 2 қызбен бөтенге барғанда бақытта басың ба? Қазір түрлі бәле бар, шынжыпырдың бәрі жер бетіне шыққан заман ғой. Болашақта тұрмысқа шығу керексің, сен әлі жассың дейді. Бұл енді қарсы емеспін, қала ғой қызым деген еді. Шынымды айтсам, не қалатымды сол жерде өз құлағыма өзім сенбедім. Өйткені мұндайда кім көрген? Мен әлі де сол күйеуімнің елесімен өмір сүріп жүргенмін. Қиялымда осының бәрі өтірік боп, ертең бір күні менің күйеуім қайтып келетіндей болатында тұратын. Сонан соң мен тұрмысқа шыққанда музыка ойнап, той-думан болған еді. Мына жерде жылап сықтап отырып неке қиямыз дегендері бір түрлі екен. Сонымен менің басымнан сипаған анамда, енемде жалпы бәрі кеп бақ тілеп, соңы той болсын деп жатты. Осылайша 2 қызымен бірге өзімнің де болашағым шешілді. Сонан соң қайнымның келіншегіне кезек жетіп, оған қолға салу басталды. Оның өзінен кейінгі қайнысы жоқ, қайнағамыз қоспақшы. Екеуінің жас айырмасы 9 жыл, ол бейбақ болмайды деп азарда бесер болды. Айқайлап жылап жалқынып шықты. Тіпті киімдерін жинап жүріп сөмкесіне сала бастады. Кім барса да айтатын жауабы бірақ сөз, кетемін дейді. Сонда келінді көндіре алмаған соң сол жерде бәрі сап тиылды. Содан жамырап жылап ақ баталарын беріп төркініне шығарып салды. Яғни шешесінің қолына ұстатты. Қысқасы олар сол күні ақ біздің некемізді қиып суын ішкізді. Бір түрлі ыңғайсыз екен, ұялатын сияқтымын. Төмен қарап бетімді басып көзімді көлегейлей бердім. Бірақ некеңді қиып суыңды ішкеннен кейін. Қайда барасың? Мен сол үйде қалдым. Келін шығып кете барды. Содан баяғы күйбең тірлік қайта басталды. Арадан көп өтпей қайын күйеуім Алматыға барып оқуға тапсырды. Ол мектепте өте жақсы оқитын, сынақтан сүрінбей өтіп, үлкен универдің табалдырығын аттады. Бірақ сол үйде болған 2 айда мен де оған бауыр басып, аз да болса да күйеуімді ұмытқандай болып едім. Өлгеннің соңынан өлмек жоқ дегені осы екен. Ал бір ұл, бір қызды жетектеп кеткен келінмен сәлеміміз үзілмеді. Екеуміз қатар келін боп түспедік, арамыз 3 ай болатын. Менікінің жолы үлкен боп, ол менің атымды айтпайтын. Есесіне мен де оны келін деп еркелетіп отыратын едім. Және де қатар болған соң екеуміз көп сырласатынбыз. Күйеулеріміз қайтқан соң, ол екеуміз сырымызда, мұңымызда бірде еді. Ұйықтай алмай жүрмін, жалғыздық жанымды жеп барады. Енді не болады деген дүдамал ойлар мазалайтын. Соны айтып шер тарқатып жүрдік.
Және де осы бір жылда біз екеуміз ешкімге ештеңе деген емеспіз. Енем де үлкен абысындарда жылы сөзден баста ештеңе айтпайтын. Жалпы менің енем бұрында қатты сөйлеп көрмеген еді. Сондай-ақ оның да енесі не үлкен абысыны бірдеңе демеген. Алайда сыртымыздан құрған осындай жоспарлары бар екен. Оны сол жылы асынан кейін айтып төбемізден жай түсірді. Сосын мұның тағы да бір қызығы, біз екеуміз неше түрлі құпиямызды айтсақ та, байларымызды жамандап көрмеппіз. Оның да менің де бай жайлы жаман сөз аузымыздан шыққан емес еді. Қалай өзі дейді келінім бір күні. Жақсы, сол баяғы сиыр сау, айран шаю, сүт пісіріп, құрт жаю дедім. Бір жігіт соңымнан қалмай жүр жеңеше дейді. Жүрегім сырқ ете қалды. Қимаймын ғой өзін, қайтейін. Содан ол мені жұмысына шақырып қоймаған соң бір күні бардым. Оны да алдын ала Алматыда оқып жатқан күйеуіме айтып рұқсатын сұрап бардым. Ол өзінің бұрынғы жеңешесі болған соң қарсылық танытпады. Сөйтсем келінім сол маңдағы бір кафеге жұмысқа тұрыпты. Төбесінде зіркілдеп тұрған түрік қатын ба біреу, әйтеуір қазақтар емес. Оны көргенде көзіме жас үйіріліп сыңсып сығымдап алдым. Бір кезде мына жігіт міне деп бір баланы көрсетті. Құдая, мынауының үлкен болса да үйдегі қайнаға жақсы ғой келінжан деппін сыбырлап. Қоймай жүр, ажырасқан екен деді. Бұл да қазақ емес, кавказдық па, түрік па, әйтеуір аралас құралас біреу екен. Қысқасы мен сол күні ұнжырғам түсіп тұнжырап қайттым. Келіннің әбестігі жоқ еді ғой деймін ішімнен. Қайным тірі күнінде қыңқ деген емес еді. Мынауымен бірдеңесі бар сияқты. Өйткені ананың сөзі ол жай ғана соңында жүрген жігіттің сөзі емес, декеңдеп тұрғандай көрінді. Бұл оның ығына жығылмаса қайдағы дөрекілік деймін. Дегенмен қолдан кетті, басы босады, еді өз еркі өзінде. Әйтеуір бұл сонымен жүріп жүрмін деп жазатынды шығарды. Тек күйеуіңе айтпа дейді, менің күйеуім оның да қайнысы. Содан елса керек. Әрине айтпаймын, ол Алматыда оқуда деймін. Содан бір күні бұл тағы да жазды, келінің ішім пысты дейді. Мен сорлы тағы да бардым, себебі оны біздің үйдегілер келін деп жақын көріп жүрді. Тіпті қыз бен ұлға бірдеңе апарып берші деп енелерім ақша беретін. Сөздің тоқ етері менің келінім бұзылды. Бұзылғанда да көз алдында өте қатты бұзылды. Анау кавказдықпен ұялмай қызармай құшақтасып отыратынды шығарды. Оныңыз бір жөні түзу еркек болса екен, мұның дұрыс емес деп өкпейтім. Жақсы оқа жүр, жақсы жасайды дейді. Жақсы болса неге тимейсің десем, осы қыста үйленеміз деп айтты дейді. Сол жерде алғаш рет мынау түрік па, кавказдық па деп ашып сұрадым. Әзірбайжан, олар да мұсылман екен ғой дейді келінім. Әне, сонан соң онымен араласпаймын деп шештім. Бірақ WhatsApp'та қыр-сырымыз үзілмеді. Аптада 3-4 күн жазысып хал сұрасып тұрдық. Оның арасында күйеуім келіп кетіп жүрді. Мен де барып тұрдым. Алматыдан пәтер жалдап 2-3 күн қасында болып қайтып жүрдім. Осылайша менің өмірімде ешқандай өзгеріс болмады. Сол баяғы үй, сол баяғы қора, сол баяғы көз көрген атамен ені еді. Сөйтіп жүргенде қыс келді, әдемі келінімді анау жүнді балақ ала қоймады. Онан көктем келді, бәрібір үйленбеді. Оның соңынан жаз өтіп тағы да күз келді. Сонда да бұл бейбақта ол жүнтөс қатын қылмады. Содан бір күні жазады, келінің іші жылап отырмын дейді. Бармағаныма біраз болған еді, оған деген өкпем бар сияқты, мынадан соң жаным ашып барғым келді. Енемдерден рұқсат сұрадым. Әдеттегідей үлкен енем мен атам екі баласына, онан өзіне деп біраз киім әперіп, ақша беріп жіберді. Қайтсын, өз баласының балалары ғой. Оларға менің де өз енем мен атам қосылды. Бұлар да қалтама біраз нәрсе салды. Үлкен бір сөмкені толтырып апардым. Мені ол танымаса да қыз таниды ғой, ұлды ертіп жүгіріп алдымнан шықты. Тілі балдырлап қалған бәле өзі. Тәптетті қошағандарым. Сөмкемді сол күйі алдарына қойдым. Мұны кім берді, қайдан алдыңыз дейді қыз балдырлап. Деп барып аузымды басып отыра қалдым. Өйткені маған жалт қараған келінім айтпа дегендей ымдап кеп жіберді. Тілімді жұта қойдым. Сонан соң шайға отырып әңгімеге көштік. Оның мені алатын түрі жоқ, шай ғана пайдаланып жүрген екен дейді. Мен соны біліп едім десем, мен байқамаппын, қатыны 4 ұлы бар екен дейді. Сонда ғана білдім, ол менің келініммен 11 жасқа үлкен еркек екен. Қайран келінжан, 9 жас үлкен деп қайнағама тимеп едің ғой. Тап осы сөзді айтқым келсе де ішіме бүгіп қалдым.
Қысқасы мен ол үйден тағы да көңілсіз оралдым. Содан бір күні қыздың туған күні болды. Бұл барғанда жалғыз емеспін. 4 жеңіл көлікпен топырлап талпа бардық. Біраз киімдер апарғамыз, оның үстіне әрқайсымыз 10 мыңнан ақша бердік. Сол қайнағамыздың киім-кешек сататын дүкені бар болатын. Жалпы осы қайнағам әжептәуір тұрады, жеңешем мектеп мұғалімі еді. Бизнестері үлкейген соң мектебін тастады. Содан белді бекем болып саудаға кірісті. Соңында мыңғырып байып шыға келді. Өздері де айналаның бәріне көмектесіп, қолдары ашық шомарт жандар. Сонда да мына келінім үлкен деп көнбей кетіп еді. Ал енді сол жерде бұл тағы да сөз болды. Жұбанышқа әперсекші, арамызды үзбекші деп қалды енем келіннің шешесіне. Оны абысыным іліп әкетті. Олай болса менің де қолым ұзарар еді. Анау үй алдында огород бар, онан мал бар, магазин бар. Келініндей көріп жұмсап отырар ем, деп қалжыңға басты. Алайда келін бой бермеді, жалпы мойын болар, шешесі қарсы болғандай. Мен қызыма ештеңе айта алмаймын, менің қызым өзі шешеді. Бармаймын десе мен бар деп зорлай алмаймын. Әрі қарай маңдайынан көрер. Менің үйімде де аштан өлмейді деп бір түрлі қарап теріс айналды. Осыдан соң бәрі қалды, көзін сығымдаған енем біржолата күдерін үзіп қайтты. Негізі біздің асынып-тасынып барғанымыздың сыры да осында еді. Ал арадан көп өтпей мен 3-шіме жүкті болдым. Құрғыр сақталып ақ жүріп ем, сонда да көтеріп қойыппын. Жарап тұрған жас жігіт есесін жібермесе керек. Осылайша менің күйеуім 18 жасында әке атанды. Тағы да бір қызды туып бердім. Енем бейшараға сөзім жоқ, өте жақсы кісі. Әй, келінжан, жас бала жас қыздарға еріктеп бұзылып жүрмесін, уысыңнан шығарып алма деп ақыл айтып сыбырлап отыратын. Шешесі сондай деп отырған соң мен аяймын ба? Сарауыз балапан күйеуімді тұсап тастадым. 2 жылда мен деген еркек боп, илеуіме иіліп, айдауыма түсіп шыға келді. Өйткені менің отбасы болғым келгені сонша, тағдырдың жазғанымен үнсіз ғана келестім. Әйтпесе мен ол кезде 21 жаста едім. Осы 21 жасымда жесірдің кебінін кидім. Сонымен қызы туылған соң менің күйеуіме ақыл кіре бастады. Жалпы ол бұрында ақмақ болмаған, тек құрпылыстарының арасында отбасылы жалғыз жігіт болған соң жастықтың жалынын көргісі келген шығар. Оны да түсінемін. Ыңғайсызданып ұялып жүрмін дейтін өзі, өйткені жеңгесіне үйленгенін бәрі біледі екен. Кім айтса да әйтеуір біреу айтты ғой, маған да соны группаластарының білгені керек еді. Не көп, шүшіңдаған жас қыз көп. Басын айналдырып алама деген қорқынышта болған. Тіпті өзіңнен үлкен 2 балалық қатынға үйреніп деп кемсіткендер де болған. Мұның бәрін мен одан алдап сулап сұрап алатын едім. Себебі айттым ғой, ол әлі жас бала, былайша айтқанда қанаты қатпаған сарауыз балапан еді. Содан мені оны алдауға көштім. Қыз көрмедім деме, жасымыз 40-қа келгенше мен ойлаған армандарға қол жеткізсек, саған өзім ақ тоқалап берем деп айтып салдым бір күні. Шымайып күлді де қойды. Өйткені жас бала ғой, тоқалды қайдан түсінсін ол. Бірақ мен оның жер жебіріне жеттім. Сен қазір жассың. Менің болса алда біраз жоспарларым бар. Білесің ғой, мына үй біздік емес. Ертең алданыш, кіші қайнымды айтам. Үйленсе, біз бұл үйден кетуіміз керек болады. Сол үшін жер алайық деп сыбырлап жүрдім. Оны естіген енем қайнағамыздың дүкені маңынан алған жерін бізге әперді. Өз барып, өзі сұрап әперді. Енді онан құтылу керек емес пе, жеңешеме сатушы болдым. Сол қарызды қызым мен дүкемнің арасында жүгіріп жүріп, онай дегенде құтылдым. Әйтеуір қарансаң, қарап қалмайсың дегені рас екен. Енем пенсияға ертерек шыққан, ол береді. Атам жұмыс істейді, бұл береді. Қызым қатайды деп өзім сол дүкенде жүрдім. Ұзын сөздің қысқасы, алдағы 1 жылда үйімнің қара жұмысын аяқтау арманым болған. Оны да бітірдім. Күйеуім оқуынан келгенде ауыз ашылып қалды. Ақшам болса төгемес, бірнеше құрылысшы келіп, 1,5 айда үйімді тұрғызып, шатырын жауып беріп кетті. Әрине, бұл менің басымда қалған нәрсе. Ағайын қол ұшын созды, ақша керек болса абысында бар. Енем әпереді. Енем емес, өзім сұрасам да жоқ демейді, береді. Бірақ көбінше ол кісі араласатын. Өйткені келін сенен алға қарай талпыныс көрдім. Еңбектенсең бәріне жетесің деп отыратын. Дегенмен абысынға қарыз болып жүргім келмейді, дүкеніне жүк көліктен тауар түсірген күндерім де болды. Соның бәрін өзі есептеп өзі қойды. Қанша қарызым қалды деп сұрамайтын да едім. Енемен отырып өздері есептеп өздері қоятын. Әйтеуір бір күні келіп, келінжан, енді балаларыңа қарай ғой.
Қарызыңнан құтылдың дейтін. Жарайды деп алғысымды жаудырып қала беретімін. Бірақ мен сонда да тоқтамайтынмын. Қит етсе барып көмектесемін. Жоғарыда айтқанымдай газель тауарды да бір өзім түсіріп, кіргізіп тастаймын. Және де қолым жеңіл болды ма, бір күнде 100 мыңға дейін касса түсіремін. Ол кезде бұл үлкен ақша. Оған абысында қайнағанда енемде мәз еді. Сонда тұнжырап жүретін тек күйеуім ғана болатын. Оны түсінемін, оған қазір ескіре бастады. Өйткені әменгерлікпен үйленгеніміздің енді түсіне бастады. Қатарларынан көріп, ой өзгерді. Бозбала боп жігіттің желігін көрмеді. Қыз жігіт боп қол ұстасып та жүрмеді. Ойда жоқта 2 баласы бар келіншекке үйлене салды. Енді мен оны тек алдап қана басам. Бұл менің енемнің сөзі, соның үйреткені. Келінжан, ол әлі бала ғой, алдай берсеші деп отырады. Ал әдемі келінім болса, арагідік қабарын беріп тұрды. Бір күні түс кезінде үйге тұнжырап кірген атам енеме бірдеңелерді айтып жатты. Сөздерінен қандай да мәселе талқыланып жатыр. Баламның үсті басы кір қожалақ болып жүр екен. Келінге айт, шақырып деді атам өктем дауыспен. Негізі атам көп сөйлемейді, кез келгенді қабағымен жұмсайтын адам. Оған енем не дейсін, сыңсыған дауысы шықты. Сонда менің келінді шақырып айт деген өктем сөзді естігенде тұла бойым дір ете қалды. Менің атамның мұндайы жоқ еді. Тапа-тал түсте келіп, енеме әлденені айт деп жатыр. Құрсын, 3 қызымның 3-еуі де тап-тұйнақтай таза жүреді ғой деймін. Соңғысы оранып құндақта жатады. Анау екеуіне болса аяқ шыққан, тіл шыққан. Олардың үсті бастары кір қожалақ болып жүрген емес. Ал әдемі келінді айтса, шақыр демесе керек. Өйткені ол өз басын ашып жауабын алып кеткен қатын. Егер абысынымды айтса, ол өзінің емес, ағасының келіні. Атам сонда қай келінді айтып отыр? Мен қайтейін, бәрі қу құдайдың келді ғой, деп жылаған енем. Сонда есікке қарай беттеді. Сып беріп мен өз бөлмеме кіріп кеттім. Сонымен арадан көп өтпеді, енем келіп, келін, әй келінжан, тұршы дейді. Саған менің ісім түсіп тұр. Ақша берейін, анау Маржанның үйіне баршы. Сосын жолдан дүкенге соғып, сондағы 2 балаға көзді киім ал. Үстеріне де аяқтарына дал. Сәнім келінге өзіміз звондап айтармын. Айтқандай келінжан, арзан дүние алма, қымбатынан ал. Сонан соң мына ақшаны келіннің өз қолына тапсыр. Бірақ айтып бар, 2 балапанға қарасын деп. Енемде сәлем айтты деп қалтасына қолын салды. Онан 2 қызыл 5 мыңдық шығарып үстерге қойды. Сонымен түс қайта мен Маржанның үйіне баратын болдым. Енем бар деп тұрса бармайшы. Негізі сол оқиғада көліктің тізгінінде менің күйеуім болған. Менің күйеуім жол ережесін өрескел бұзған. Үлкен жолда келе жатқан КамАЗды көрмей шығып кеткен. Құдай көзіңді байлайды дегені осы екен ғой. Және де қайнымды, яғни үлкен атамыздың баласын сол ертіп кеткен. Ол сорлы шайға отырғалы жатқанда жүрші бірге барып келейік деп менікі қолға салған. Міне бір кесе шайымды ішейін десе, уақыт жоқ, барамыз да келеміз, келген соң ішерсің деп төбесінде тұрып алған. Бейшара сенің шайыңа тоймай кететін болдым ғой деп артына қайта қарап кетіп еді дейді әдемі келінім. Оның үстіне менің күйеуім де маған Динаш құйрық май салып асқабақтан манты пісіріп қой. Мен сауытқа барамын да келем деп жазған еді. Бәлкім екеуі де жарық дүниені қимай бара жатқандарын сезген шығар. Кім не десе де балалары болды, бояу сыңды. Өлгендер қайтып келмейді, оны білесің. Сонда да үмітіңді үзбей түнімен жылайсың. Алайда ол бәрібір келмейді. Енді ешқашан қайтып келмейді, келсе де түсіңде ғана келеді. Өмір дегенің осы, соңы бір тұтам. Құдая, сірә мен пайымды бүгін өледі деп ойлап едім. Мың ұйықтасам да түсіме кірмеген нәрсе ғой бұл. Онан жылай жалғыздыққа да үйренесің. Жастығыңды құшақтап әр аунайсың, бер аунайсың. Содан қайғыдан қан жұтып, ішкі дүниеңмен арпалысып жатып, әйтеуір ұйқыға кетесің. Ал мына жерде менің ата енемнің зыр жүгіретін содан. Осылардың баласы солардың баласының өліміне тікелей себепші болды. Өзі өлгенмен тұрмай оны да ала кетті. Бірақ жазмыштан озмыш жоқ деген, ол кісілер мұны ешқашан айтқан емес. Менің атам мен енем өздері кінәлап жүр. Өйткені беттеріне ашып ештеңе айтпағандармен өзара сыбырласатындары анық қой. Соны білетін енем мен атам құрақ ұшады. Мен сонда енеме, күннің беті қайтсын апа, барып келем деп дайындала бастадым. Оның арасында мен түс қайта барам деп Маржанға жазып үлгердім. Көзін сүрткен енем қала берді.
Сол күні өзі күні өте қатты ыстық ет болатын. Теледидардан ыстықтан бәлендей адам қайтты деп айтып жатты. Сол үшін салқын түссін, сонан соң барарым деп шештім. Қысқасы сол күні түс қайта енем берген ақшамен біраз киім көтеріп бардым. Әдемі келінме жаздым деп едім ғой, есік алдына көлік тоқтағаннан атып шықты. Оның соңынан екі бала тұра жүгірді. Құдай-ай деппін, көрген жерде таңғалып. Құрсын, менің келінім шашын шүнтитіп қиған. Оны ала сарыға бояған. Шиеде ернін дордитіп үрлеп алған. Боялған қаспен жабысқан кірбік үлбіреп тұр. Бір сөзбен айтқанда, онсыз да әдемі келінім онан сайын ажарлана түсіпті. Бірақ мына екі балапандар ше, олар шынымен де кір қожалақ екен. Шынымды айтсам, өз көзіме өзім сенбей қаттым да қалдым. Ал келіннің болса бұлармен ісі жоқ. Үйге кіріңіз деп алдыма түсе бергенде, соңымыздан екі балапан қатарласа жүгірді. Мұндайда жарым көңілің су сепкендей басылады екен. Анасы бар жетімге сірә ұқсамайды. Бұрынғылар әкесі жоқ тұл жетім, анасы жоқ шын жетім деп айтушы еді. Мыналардың анасы бар ғой, бұл қалай болғаны? Дәтім шыдамай тұрса да мен ол жерде шағашпадым. Өйткені тап қазір көп отыра алмаймын. Үйде құндақтаулы жатқан бөпем бар. Сонда да тақылдаған қыз келіп мойныма сылғанда, қос тізерлеп отыра салдым. Әдемі келінім шай қоюға кетті. Сол сәтте пайдаланып, менде апарған киімдерінің бірінен соң бірін кигізіп көрген боп, этикеткаларын жұлып тастай бердім. Себебі мен әлденені сезгендей болдым. Жұмыр жүрегім сірә мені алдамайды. Бұл жерде басқа бір әңгіме бар. Әйтпесе мұндай болуы мүмкін емес қой. Онан бір кезде құдағи жетті. Алайда көп отырмады, азынаулақ амандық сұрасып, өз жөнімен кете барды. Шай ішіп отыратын уақытым жоқ, Маржанка, білесің ғой. Қонақта қызым бар, қайтуым керек деп дауыстадым. Үйде енешке бар ғой, шай ішіңіз, сонан соң кетесіз деген келінім жібере қоймады. Әрине, ол менің бір сөмкек ғып киім кешек әкелгенімді біліп тұр. Тіпті ақша әкелгенімді де біледі. Өйткені мені бұл үйге енелерім құралаған жібермейді. Бұл білгенде соны да біледі. Бұлайша айтқанда қалтамдағы 2-5 мыңдықты алмай жібермейді. Ол кезде бұл 5 қабынның ақшасы еді. Мен қалаға кетейін деп жатырмын жеңеше дейді, сыпайылық танытқан бұл. Онан іле шала, мен енді сені атыңмен айта берейін.